Анашым, мынау сіз, ана құмырсқа. Ол бағанадан бері кіріп шығып, үйін жинап, бала шағасын бақылап, тыным таппай еңбектеніп жүр. Ал мынау бұзықтар біз, бала құмырсқалар. Олар бір-бірінің үстіне мініп, бір-бірін қуып ойнап жүр. Ал енді сәл бері қарап келіңіз. Абайлаңыз, оларды басып өтпеңіз. Міне, мына құмырсқаны көріп тұрсыз ба? Қайсы? Анау келе жатқан ба? Иә, мұқият қарасаңыз, аузында наны бар. Ол әке құмырсқа, денесі де ірілеу. Ол бала шағасына тамақ тасып жүр. Біз бір аттап жүре салатын жол, ол үшін қаншама шақырым екенін көріп тұрсыз ғой. Біздің әке де неліктен айлап, апталап, үйде болмайтынын енді жақсы түсіндім. Ақылыңнан сол құлыным. Құмырсқадай күшің болса, қор болмайсың. Себебі олар әлемдегі ең еңбекқор жәндік. Біз әкең екеуміз сендердің де еңбекқор болып өскендеріңді